Сәлеметсіздер ме достар, бүгін мен 608-ші есепті шығаратын боламын. Енді берілген дәптерге жазып алайық. Номері 608-ші есеп. Біріншісін жазамыз. 3 бөлінген 9-дан 1 тең болады. 1-ден 9, 1-ді 9-ға бөлеміз. 3-ті 1-ге бөлеміз. Енді 1-ді 1-ге көбейтеміз, 3-ті 9-ға көбейтеміз. Сонда 1-ден 27 шығады. 3-ті 9-ға көбейтсек 27. 27-ні 1-ге бөлеміз, 27 шығады. Енді екіншісін шығарамыз. 6-ны бөлеміз 11-ден 1-ге. Тең болады. 1-ді 11-ге бөлеміз. 6-ны бөлеміз 1-ге. Сонда 6-ны 11-ге көбейтеміз. 1-ді 1-ге көбейтеміз. 1-ден 66 шығады. Тең болады. 66-ны 1-ге бөлсек 66 шығады. Үшіншісі 4-ті бөлеміз 8-ден 3-ге. Енді бұл жерде біз 1-ді 3-ге көбейтеміз. 4-ті 8-ге көбейтеміз. Енді 4-ті 8-ге көбейтсек 32 болады. 3-ті 1-ге көбейтсек 3 болады. 32-ні 3-ге бөлеміз. 10 болады. Ал қалдық 2 болады. Төртіншісін шығарамыз. 5-ті бөлеміз 7-ден 5-ге. Тең болады. 1-ді 5-ге көбейтеміз. 5-ті 7-ге көбейтеміз. Сонда 5-тен 35 шығады. 35-ті 5-ге бөлсек 7 шығады. Енді 5-шісін шығарамыз. 2,7-ден 1-ді бөлеміз 15-ге. 7-ні бөліміне жазамыз. 7-ні 2-ге көбейтсек 14, 14-ге 1-ді қоссақ 15 болады. Көбейтеміз. 15-тің астында 1 деген сан бар. Тең болады. 7-ден 15-ті жазамыз. Көбейтеміз. 1-ден 15-ті өзара кері санға айналдырамыз. 15-тен 1 болады. 15-ті 1-ге бөлсек 15, 15-ті 1-ге бөлсек 15 шығады. 7-ден 1 шығады. Енді 6-шісін шығарамыз. 1,9-дан 7-ні бөлеміз 8-ге. Сонда 9-ды бөліміне жазамыз. 9-ды 1-ге бөлсек 9, 9-ға 7-ні қоссақ 16. Бөлеміз 8-дің астында 1 бар. Енді 9-дан 16-ны жазамыз. Көбейтеміз. 1-ден 8-ді 8-ден 1-ге айналдырамыз. 16-ны 8-ге қысқартсақ 2, 8-ге қысқартсақ 1 болады. Сонда 9-дан 2 шығады. Енді 7-шісін шығарамыз. 4,2-ден 1-ді бөлеміз 6-ға. Сонда 2-ден 2-ні 4-ге көбейтсек 8, 8-ге 1-ді қоссақ 9 шығады. Енді көбейтеміз. 6-ның астында 1 бар. Енді 6-ны 2-ге қысқартамыз. 3, 2-ні 2-ге қысқартамыз 1 болады. Сонда 1-ден 27 шығады. 27-ні 1-ге бөлсек 27 шығады. Мен барлық есептерді шығарып болдым. Онда сау болыңыздар.